Жая шұжығын жасаймыз. Жая шұжығы жылқының жая етінен және жылқының қазылық майынан дайындалады. Құрамына рецепт бойынша дәмдеуіштер мен суды қосамыз. Рецепте дәмдеуіштердің грамы 1 келі фаршқа есептелініп берілген. Видеода біз 5 келі фарштан жасап жатырмыз, сәйкесінше дәмдеуіштеріміз бен суымызды 5-ке көбейтіп қосамыз. Жақсылап араластырған соң миксерге салып эмульсия күйіне жеткіземіз. Жая шұжығына қойдың ішегін қолданамыз. Бұл табиғи ішек алдын ала тазартылып тұзда сақталынады, тұздан тазартып жуып аламыз. Дайын эмульсиямызды шұжық шприціне нығыздап салып, ішекке жібереміз. Ауа жібермеуге тырысамыз. Қалған жағдайда осылай инемен тесіп шығарып сатаймыз. Ары қарай сыртын жіппен өріп байлаймыз. Байлануын мұқият қарап алыңыз. Қатты да, бос та байланбау керек. Дайын шұжығымызды 7-8 сағат тоңазытқышқа қалдырамыз. Пісіру, кептіру техникасы түсіндірмеде толық жазылған.